Жуырда Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсия Темірбаева Мақтаарал ауданына жұмыс сапарымен келіп, әлеуметтік көмектің жаңа форматын түсіндірді. Аудандағы көпбалалы аналар мен әлеуметтік сала қызметкерлерінің басын қосқан жиын Мырзакент кентіндегі аудандық мәдениет үйінде өтті. Әрбір бала үшін төленетін 21 мың теңгелік көмекке қол жеткізу үшін республика бойынша 73 мыңнан астам отбасы табысын жасырып заңсыз көмек алса, оның ішінде 2 мыңнан астамы облыс бойынша тіркелгендер. Әңгімесін осындай жағымсыз ақпаратпен бастаған Әсия Темірбаева енді ондай әрекеттерді болдырмау үшін 2020 жылдан бастап әрбір көп балалы отбасына табысына қарамастан мемлекеттік жәрдемақы тағайындалатындығын жеткізді. Егерде отбасында 4 баласы болатын болса, 42.500 теңге төленеді. Егерде 5 баласы болатын болса, 53.125 мың теңге төленеді. Егерде 6 баласы болатын болса, 63 мың, ал 7 және одан жоғары санды балдары болатын болса, осы отбасыға ай сайын 73 мың теңге отбасына кіріс ретінде кіріп отырады. Ай сайын әр балаға орта есеппен 10.625 мың теңгеден тиетін әлеуметтік көмек бала 18 жасқа толғанға дейін немесе кәмелет жасқа толып, күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын 23 жасқа дейінгі балаларға беріледі. Аталған жәрдемақы тек жеке куәлік пен балалардың туу туралы куәлік арқылы тағайындалады. Өкінішке орай үстіміздегі жылы тағайындалған көмек бір ғана құжатпен жүзеге асады дегенмен әлеуметтік сала қызметкерлері көмекке мұқтаж халықтан қаптаған құжат сұрап әуре сарсаңға салған болатын. Жиын барысында орын алған мәселенің мән-жайы тарқатылып айтылды. Бұның алдында да атаулы әлеуметтік көмек бір құжаттың негізінде деді, бірақ соның өзінің ақпараттық жүйе дейді. Қазіргі таңға барлық ақпарат жүйе бір-біріне байланыстырылған. Яғни сіз мысалы құжатыңызды берген болсаңыз, мен ені бойынша тұрғылықты мекен жайыңызды біліп отырамын, сіздің қай жақта жұмыс істеп жатқаныңызды біліп отырамын. Егер де тіркелмеген, осы жүйеге тіркелмеген тағы да мәлімет болатын болса, мен сұрауға мәжбүрмін. Ал былайша негізі көп жағдайда осы тек қана бір құжатпен ғана осы көмектердің бәрі рәсімделеді. Бүгінде аудан бойынша 5 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азаматтар тіркелген. Осы орайда оларды қолдау мен қорғау, әлеуметтік және медициналық оңалту сияқты шараларды жүзеге асыруда мемлекет тарапынан баса назар аударылып отыр екен. Жаңағы қол арбаға таңылған азамат, немесе аяқ қолы жоқ азаматтар, осына өздеріне бұйым ретінде алатын жаңағы бұйымдардың бәрін қол арбаның өзінде, мынау жеткізгеннің өзінде де параметрлері сәйкес келмейді. Параметрі сәйкес келгенмен басқа жаққа жаңағы біреу адамның көмексіз көп жағдайда шығамайтын жағдайы бар. Соған байланысты осы порталды енгізудің ережесі мақсаты ретінде біріншіден осы азаматтарға жеке дара әрқайсына қызмет көрсету арқылы оларға осы жаңа құрал жабдықтарды таңдау кең мүмкіндіктерін жасақтау болып табылады. Соған байланысты келесі жылдан бастап осы концепциясының өзі іске асырылуы көзделіп отыр. Басқарма басшысы кепілдендірілген әлеуметтік пакеттер туралы да кеңінен түсіндірді. Айта кетейік, егер отбасы табысы бойынша аз қамтылған отбасы санатына жататын болса, жаңа жәрдемақыдан бөлек атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау ісі жалғаса бермек. Клара Шербайқызы, Рысбек Өтепберген, ақпарат Мақтаарал ауданынан.